Бұрын видеода айтқандай, бүгін жан жануарлар түске не үшін кіреді айтатын боламыз. Бірінші түсінетін нәрсе, адам өзі жабайы болған үшін түсінде басқаларды жануар аңдар етіп көреді. Ішкі дүниесін құлыптап қойған, кез келген қарым-қатынасқа ашыла алмайтын адам түсінде бастығын маймыл, досын қасқыр, баласын қоян, жылан етіп көреді. Және жан жануарлардың түске кіруі бұл шифровка. Оны қазір түсінеміз, енді осыларды ашықтайық. Көп әйелдер көретін түс бұл арыстан. Арыстан аң патшасы дейміз, өте салмақты, сосыннан сүйсінуге болатын бір аң. Енді осы арыстанды тұрмыстағы әйел көрсе, оның күйеуінен жоғары адам екен белгісі. Несімен жоғары, осы түсті көрген адам айтсын. Қаржылық жағдаймен ба, ақыл санасымен ба. Арыстан теріс қарап тұрса, сен өзіңнің әйелдік қабілетіңді пайдалана алмай жүрсің деген сөз. Жақсы жағынан әрине. Әйелдің қабілет деп, күйеуіне ызындай беру деп түсінбеу керек. Арыстан қандай? Салмақты, беделді, ұстамды, айбарынан кез келген жануар именеді. Сондықтан әйелдер күш жұмсамай, беделді болу керек. Ерлердің арыстан көруі де әйеліне жорылады. Сирек жағдайда өзіне жорылады. Себебі ерлер арыстаннан қарағанда жылқы болып түске кіреді. Жылқы бұл күш-жігер, қайраттылықтың символы. Жаугершілік заманда ер адамның айнымас жолдасы болған жануар. Қазақ отбасында отағасымен бірге ерте түзге кетіп кештеу оралып еңбек ететін болған. Сондықтан кімнің түсінде де жылқы көрсе ер адамға жорылады. Күші кеткен күйеу, ауырған күйеу, кәсібі жүретін күйеу сияқты. Және жесір әйелдің жылқы көруі өзінің ер адамның міндетін мойнына алып алғанын білдіреді. Келесі жиі көрілетін сиыр малы. Сиыр ол сүтті, етті, тұрмыс малдарынан. Қазақ халқы сиыр сүтін еміп өскен. Сондықтан төсіңдегі сиыр ол ана, яғни жас, емізулі әйелдің сиыр көруі өзін білдіреді. Не баланы дұрыс емізуге, не емшектен шығаруға ишарат бұл. Аю бұл сүйкімді жануар. Өте алыптығына қарамастан, арыстан сияқты сұсты емес, дәу денесіне қорбандағаны жарасқан, жылы шырайлы, күлімдеп тұрған аң. Осындай сипаты бар аю, өмірдегі тосын сый, қуануға және ақ көңіл, кекшілікті білмейтін адамға жорылады. Көп жағдайда досқа, ал артыңнан қуып келе жатқан аю, ол саған қуаныш сыйлайтын жағдай немесе дос. Келесі қасқыр бұл, жорылуы ерлерге. Біздің анекдоттарда, мультфильмдерде және қазақы халық жоруларда қасқыр ер балаға, ер адамға жорылады. Яғни түсіңдегі қасқырдың жынысы еркек. Бойдақ қыздың көп қасқыр көруі, көзі түсіп жүрген жігіттер, ер кісінің қасқыр көруі жолдасы, досы, аяқ ауыр әйелдің қасқыр көруі әрине ұл балаға жорылады. Енді итке келер болсақ, ол қазақтың жеті қазынасына да, жылнамасына да енген хайуан. Қазақ халқы құрметтейтін хайуандардың бірі. Бірақ ит түздің сырттың хайуаны. Мысық сияқты оны үйге кіргізуге, алдың алып сипап, еркелетуге болмайды. Себебі иттің қасиеті иттігінде, жуынды ішіп, далада қонуында. Осы себепті ит сенің жаман ойларыңа жорылады. Жаман ойдан құтылу мүмкін емес, оны тек басқару керек. Байланған артыңда жүрген ит зиянсыз ойлар, сені қауып алған, сені қуған ит зиянды іс-әрекетке ауысып кеткен ойларды білдіреді. Ал енді мысықты айтар болсақ, ол өте нәзік жаратылыс. Бір мысықтың салмағы сіздің бір бәтеңкеңізден аз болуы мүмкін. Ол үйде де, түзде де жүре береді. Маужырап, ұйықтағанды ұнатады. Сондықтан түсіңе мысық кірсе, ісіңді тоқтат, сапарға шықпақ болсаң шықпа, базарға бару керек болса барма, себебі сенің ісің мысық тілеу болып тұр. Сенің бүгін жолың болмайды деген сөз. Міне, қысқаша жан жануарлар осылай жорылады екен. Енді жер шарындағы тіпті Қазақстандағы барлық жан жануарларды түске кіру себебін бір видеода айтып тауысу мүмкін емес. Сондықтан келесіде қай жануарлардың түске жорылуын
білгіңіз келеді, сол жануардың атын комментарийға жаза кетіңіз.